келдіңдер. Қазір біз ойын ойнаймыз. Сурет салу. Атымызға сурет саламыз. Ойын ойнаймыз. Аттарың... Менің атым Жасмин. Менің атым Альпина. Менің атым Жанел. Кеттік па, ойын бастаймыз ба? Жақсы. Ал, бастадық қыздар, кеттік. Саламыз. Батырып сал, Жасмин. Жанел сезіну керек қой. Сен не салып атқаныңды Жанел білу керек артыңда. Ручкасы жазбай қалып, басқа ручка келдік. Жалғастырамыз. Жанел сен күте тұр. Салып алсын суретін. Енді келесі не саласын? Сала ғой. Сала ғой. Қазір тексереміз, дұрыс салды ма, дұрыс салмады. Болды ма, Жасмин? Болды. Қаратамыз. Бір-бірімізге көрсетеміз. Ненің суретін салыпты, Жасмин? Үш бұрыш, шеңбер және төрт бұрышты салыпты. Жанелше? Жанел шеңбермен төрт бұрышты салыпты. Үш бұрышын қайда? Кетті. Үш бұрышы жоқ, Жанелдің. Ал, қыздар. Енді Альбина кезекте. Альбина бірінші Жанел салсын да. Жанел салды. Енді сен сал. Жарайсың. Ал, Альбина тағы сал. Жарайсың. Тағы бір сурет сала қойшы. Тағы сурет сала қой. Тағы бір сурет. Бол, Жанел. Болды, қыздар. Қане бір-бірімізге қаратамыз. Кәне, кім қандай сурет салды? Мынау есептелмейді бізде аналар. Мынау есептелмейді. Мына үшеуін салды, Жанел. Сен үшеу салғансың, сен бесеу салып жүріпсің ғой. Сонда да тауыпсың, үш бұрышты, шеңберді, төрт бұрышты тапқан. Жарайсың, Альбина. Ендігі кезекте Жасмин мен Альбина, бір суретті қайталай бермей, басқаша сурет салыңдар, Бола ғой, Жасмин, бола ғой. Үлкендеу қылып салмасақ, біз ол суретіміз ешкім сезбейді, Жасмин. Үлкендеу қылып салуымыз керек. Бол, тез боламыз, қыздар. Альбина тауып жатыр. Болды, дейді Альбина. Болды, кәне бір-бірімізге қаратамыз. Үй салды. Жасмин де үй салды. Альбина да үй салды мұнда, төрт бұрыш салды. Достар, бізден қандай контент күтесіздер? Комментарияға жазып кетіңіздер. Всем пока!